Сәлем, оқырмандар, мен сіздерге көздің айналасындағы әжімдер мен көздің айналасындағы қарадақтарға керемет масканың түрін ұсынғым келіп отыр. Бұл масканы жарты сағат қана ұстайсыздар, сонда керемет нәтиже болады. Және де бұл масканың өте бетке әсері күшті, тек қана көздің айналасына ғана жасаңыздар. Көздің айналасында көбесе әжімдер болады, сосын мұнда қарадақтар болса, осы жерлерге де жаға берсеңіздер болады. Көздің айналасындағы қарадақтарға керемет әсер береді, 100% енді. Қыздар, бізге жұмыртқаның сарысы қажет. Жұмыртқа қажет болады, және де бізге жұмыртқа қажет болады, және де осындай крахмал, және де оливковое масло, сосын какао қажет болады. Енді бізге жұмыртқаның сарысын аламыз. Жұмыртқаның тек қана сарысынан 2 чайный ложка қана қосамыз. 1, 2, қалғаны қалды. 2 чайный ложка қана қосамыз. Сосын бізге міндетті түрде кукурузный крахмал қажет болады. Картофельный крахмал емес, бізге кукурузный крахмал. Кукурузный крахмалдан кішкене 1,5 ғана крахмал қоссаңыздар жетеді. Осы екеуін жақсылап араластырамыз. Бұл көздің айналасындағы әжімдер, көздің айналасындағы қарадақтар мен пигменттерге өте керемет әсерін береді. Ал жақсы араластырып, қыздар, бізге осындай 1 қасық қана какао жетеді. Және де осы жұмыртқа мен жаңағы кукурузный крахмал араласқанға қосамыз. Сосын бізге жаңағы оливковое маслодан 2 қасық қана жетеді. 2 қасық қана жетеді. Осы оливковое масло біздің бетімізге өте қажеті мықты. 1. Ойбай, көп болып кетті ғой мына. Жақсылап араластырамыз. Кішкене іртік болып қалуы мүмкін, сол үшін маскамыз дұрыс араласпайды. Сол үшін міндетті түрде жақсы араластыруымыз қажет. Міне қыздар, бізде осындай масса шықты. Қою болады, сұйық болмайды. Сол себепті мұнда жаңағы бетіңіздің маска жағатымен жағып, көз айналаңызға осы үшін қай жеріңізде, көзіңіздің қай жерінде, немесе осы жан-жағындағы мына жердегі жаңағы қарадақтарға осылай жағып қоюыңызға болады. Және де көзімізді біз көп ашып жұмғаннан кейін мына жақта көптеген әжімдер, мимический әжімдер түсуі мүмкін. Сол үшін бізге осыны жақсаңыздар керемет әсер беретін болады. Ал видеомды сақтап алыңыздар, міндетті түрде сохранить етіп, менімен жаңағы барлық жағынан бөліссеңіздер болады. Ал баршаларыңызға сәттілік.